Қайреке, енді не ойлағаныңыз бар? Хан бейуажды алғыңыз келді. Ансар өз қолымен әкеп берді. Аршал сайды алғыңыз келді. Бұйырса осы айдың соңында үкіметтен жарты бағасын аламыз. Мен бұлай тез беріледі деп ойламаппын. Күшік әлсіз болып шықты. Ол өз әкесіне ұқсамаған екен. Қайреке, бірақ біз анау Хасен дегенді бағаламаппыз. Сондағылардың айтуы бойынша, ол жалғыз өз істі жүргізіп жатыр екен. Прокуратураға өзінде бір айғақ дәлел барын айтып. Алдындағы кісі сенімді ме? Хасен дейсің бе? Хасен ештеңе таба алмайды. Мен саған қазір құжаттар беріп, көзің құртты. Жақсы. Бұл жердің қауіпсіздігіне жауапты кім? Мен. Оңбаған. Мынау не сұмдық? Кабинетімізде құжат орнаған жатыр. Бізде барлығы қатаң тәртіппен жұмыс істейді. Камераның барлығын қарап шықтым. Біреуінде жазба жоқ. Қалай сонда? Камера жай ғана түсіп тұр, алдыңғы жазбаның біреуі жоқ. Бақылау жүйесін түгел ауыстырыңдар. Кінә бізден. Дереу ауыстырамыз. Немене? Оңбаған. Далайдың бәрі жұмыстан шығар. Біреуде қалмайтын болсын. Ал сен оңбаған. Екінші қайтып менің көзіме түсіп олма аямай. Бар жоғыңда! Жоғын дедім ғой! Бәрі сенің кінәң. Соққа дейін қайда қарап жүрмесің? Міне, керек құжатты мұрнымыздың астына ұрып кетті. Күзетті қолға ал. Бәрін де ұста. Бар. Егер бұл жаққа қарай шығып жатса, маған хабар бер. Жарайды. Әкемдер келді. Ма? Амансыз. Бақытты бол балам. Қалайсың, әке? Шүкір. Мынау әке шешесін сағынбаған бала ғой деймін, Атасы мен әжесі барда әке шешесін не қылсын? Алтыным сол. Күнге келіп кетіпсің ғой, қалың қалай? Жақсы. Әнеке қолдарын көрсетші. Міне, нағыз ауылдың баласының қолы. Осы үйдің тірлігінің бәрін осы жасайды қазір. Иә. Мен барып Қалимкаға көмектесейін. Иә. Мен де барам. Қалай балам? Жұмыстарың қалай? Жақсы, әке. Бәрі жақсы. Өздеріңізше. Денсаулығыңыз қалай?